көрсеттік. Тұрғындардың ыңғайлы жүріп тұруына жұмысшылар күн-түн демей тәулік бойы қар тазалау жұмыстарын жалғастыруда, алайда ақ түтек боран дес бермей тұр. Бас қаланың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қар тазалауға қала бойынша 1300-ден аса техника, 2400-ден астам адам жұмылдырылған. Ауа райының қолайсыздығына байланысты қала көшелерінде ұзын сонар кептелісі пайда болды. Алдын алу үшін қазіргі таңда қозғалысы қарқынды учаскелер тазартылып жатыр. Мәселен, Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде қала тазалығының шамамен жарты бөлігіне жауапты. Олардың айтуынша өздеріне жүктелген міндетті атқару үшін техникада, мамандар да жеткілікті. Жалпы қысқа сақадай сай дайынбыз дейді. Қазіргі таңда Астана тазалық мекемесі Астана қаласының 40% көшелерін тазалайды. Қазіргі таңда 6 қарашадан бері 16 тоннаға жуық қар шығарылды. Көктайғақ жағдайларында 1700 тонна химиялық қоспалар дайындалған.